Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай қызыл балықтан салат жасайтын боламыз. Егер де сіздер менің арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің шығарған видеоларымды әрқашан бірінші көресіздер. Ендеше кеттік. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қызыл балықтан салат жасайтын боламыз. Ол үшін мен осындай сопақша тарелканы алдым. Немесе балықтың формасындай тарелка алсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Енді мен осындай қызыл балықтарды осындай соломка қылып турап алдым. Енді біз оның үстіне бір қабат майонез жағамыз. Мен осындай майонез алдым. Басын кішкене үстіп тесіп алдым. Енді жағамыз. Енді үстінен піскен теркадан өткізілген картошканы салатын боламыз. Тағы бір қабат майонез. Сосын үстінен теркадан өткізілген сырды себеміз. Енді үстінен тағы бір қабат майонез. Сосын теркадан жұмыртқаны өткіземіз. Және де бетін кез келген затпен әсемдейміз. Мен осындай жапырақшалар қоямын. Немесе әсемдемей қоюға да болады. Достар, бұны қонақ келгенде үстелге де қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді, өте дәмді, нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер қоңыраушаны бассаңыздар, мен шығарған видеомды әрқашан бірінші көресіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.